Қорғаныстар 23 бөлім. Юсуптың әкесі Әзранның отбасын хабарлап, тіпті балаларын, кәмелетке толмаған балаларын жетімханаға өткізіп жіберді. Ал тек Злиха мен Джемо ғана қалды. Джемо әпкесін іздеп жүр, ал Злиха үйінде қайғырып отыр, яғни жертөледе. Әкесінің бұның істегеніне қатты ашуланған Юсуп: әке, сендер өздері адамсыңдар ма? Неге оларды жетімдер ғой, неге қуып шықтыңдар деп ашуланып жатыр. Әкесі болса баяғыдай болған: мен сен сияқты ит асырағаныма өкінемін, сен қандай адамсың әкеңе қарсы сөйлейтіндей деп. Тіпті екеуі ұрсып қалысады. Саршұнақ: бәрі сенің кесірің, кәні бөлмеңе кір деп бұл Мелисаны қамап қойды. Ал Мелисаның анасы сыртынан: мен күнәлі болмаймын деп әдейі анасына құлтатып және кілтті ағасына сатты. Юсуп болса қайта-қайта Злихаға телефон соғып ала алмады. Ал мұнда Азизені құтқару үшін Джемо мен оның Джекпет көкесі бүкіл операциясын жұмылдырып, адамдар жинап, Ябуздың үйіндегі жұмысшы жігітті, яғни аяғы ақсақ кезінде оны әбден ұрып қинаған және аяғын сындырған. Сол үшін өзінен кек алу үшін Ябуздың қызы Азизені ұрлап әкелуге және барлық жоспарына көмек. Көке, біз оған қалай сенеміз деген Джемоның күдігі де басым еді. Жетімхананың сыртында жылап тұрған Злиха, өйткені інілерін тастап кетуге қимайды. Інісі болса: әпке, бізді тастама деп бұтына жіберіп қойды. Бұны көрген басқа балалар барлығы шу шығарды: ей, Бипи, сен бұтыңа жіберіп қойдың, сен енді Биписің дейді. Байғұс бала үстіндегі көрпесін одеялын үстіне жауып әлек. Сонда да балалар қояр емес. Қорыққан кішкентай бала жүгіріп: әпке, мені құтқаршы деп айқайлап залда жүгіре шықты. Ал мұнда әпкесі басқалармен қырылып жатқан. Бұл да өзінің табандылығын, мықтылығын көрсетеді десе де балалар жауап кетеді. Ал мұнда әдеттегідей ашудан жарылардай, не істерін білмей, және балымның светтен қорқады, өшірмеймін дейді. Ал бұның қыздар: жарықты өшір, біз ұйықтай алмай жатырмыз дейді. Осылай осы жерде тағы да ұрыс шығып кетеді. Бас піспей қыздар бір-бірінің шаштарын жұлып, балым болса: әпке, қойшы деп жалынып жатыр. Оны тыңдайтын әпкесі тыңдамады, тіпті жұлып. Ал мұнда балалардан қашып келе жатыр. әпке, мені құтқар, әпке дейді. Осы кезде әпкесі естіп, балалардың: мен сендердің жандарын шығарам, менің ініме тесу жумаңдар дейді. Осы айқайды естіген тәрбиешілер де келеді. Бұнда не болып жатыр дейді. Сонда енді бұлардың барлығы тиісіп жатыр. Біз бұған шыдай алмаймыз дейді. Ал тәрбиешілер: шыдауға тиіссің дейді. Жалғасы бар.